Номер 276 орта мектептің 8 Б сынып оқушысы Тыныштық Нұрай. Іле өзенін жағалай арып, ашып, тозып, бейнет көрген кісідей көштен қалған күлге аунаған бұралқы ит секілді. Бұл адам Өтеген еді. Жамал әкесі де, шешесі де ерте өліп, жас жетімдікті кішкентай күнінен көрді. Көрінгеннің отымен кіріп, күлімен шығып күнелтті. Жамалды 13 жасында бес қараға бір қатыны өлген шалға сатып жібереді. Бірақ ол шал да Жамалмен бақытты болған жоқ. Жамалды малданып, 2 жыл тұрғаннан кейін сүйектен өліп кетті. Жамал жалғыз қалды. Малы таусылып, күн көрісі қиындағаннан кейін, ол Көктал деген орыс қазақ станциясына келіп, байдың кір қоңын жуып, күйін кешеді. Сол Көкталда Өтегенмен танысады. Өтеген жарлы болмағанымен, боршалаң өскен жалқау. Осындай күйде жүргенде Жамалға жолықты. Өтеген, бұл менің үйімді үй қылар. Ең болмағанда байымасақ та, бақытты болар едік дейді. Ақырында екеуі бір-біріне ұнасып, отау құрды. Міне, осылайша екеуі өмір сүріп жатты. Жанның бәрі колхозға ұмтылды. Ел іші қым-қиғақ тартыс. Кеңес үкіметі байлардың мал-мүлкін тартып алып, оларды кедейлерге таратып жатқан болатын. Сол кезде Жақыпбек есімді колхоз басшысы тағайындалды. Жақыпбек жымын білдірмей, малын жиып алған соң, колхозы бір-біріне атыстырып, араздастырып, ел ішіне іріткі салуға кіріскен. Өтеген болса, Жақыптың қол астына жұмыс істей бастайды. Ақырында Өтегенді колхоздың малын алып қашуға көндіріп, Қытайды асып қашуға бекінеді. Кейін Өтеген осы ісіне қатты өкінеді. Қашқындар деген ел өсегіне қалады. Қытайға жеткен соң, Жақыпбек Өтегенді алдап, малын тартып алып, қорлап, қаңғытып жібереді. Ал Жамал болса, еңбекке араласып, еңбектен өз бақытын табады. Өтегеннің кетіп қалғанда тіпті де жасыған жоқ еді. Арғы бетке байын қашырып жіберіп отыр. Кейін бұл да кетеді деген ел іштегі жұрттың қауесеті Жамалдың жанына қанша батса да, мұқалмай қайта қайраттанып, колхоздың алдыңғы қатарлы адамдарының біріне айналды. Әсіресе аман-есен босанып, ұл тапқан соң, Жамалдың қуанышы еселенді. Ұлының есімін Бақыт деп қойды. Өтеген көп уақыт өткеннен кейін туған жеріне оралады. Бірақ Жамалдың өмірінің жақсы жаққа өзгергенін көріп, өзін ешқандай бақытты адам ретінде сезінбеді. Өз қателіктерін түсінді. Жамал өте бақытты еді. Себебі ол бақытты тек еңбек пен адалдық арқылы келетінін түсінді. Қазақ әйелінің қилы тағдыры мен ерлігін суреттеген. Еңбек пен сенім құндылығын, әйел затының ерлігін, еңбекқорлығын суреттейтін Ілияс Жансүгіровтің Бақытты Жамал шығармасын оқуға шақырамын.